Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі оқулығының 16 сабағын түсіндіріп өтетін боламын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жуан және жіңішке жұп дауыстылар. Сабақ басталмас бұрын арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Отан. Отан сенің атанаң, отан досың бауырың, отан өлкең астанаң, отан аудан ауылың. Отан тарих, отан тіл, жасаған елің ер халқың, отан өлең, отан жыр, көтерген көкке ел даңқын. Бүркіт Ысқақов жазған. Өлке дегеніміз аймақ, өңір. Отан туралы білетініңді айт. Яғни отан деп мына жерге жазамыз. Отан ол туған өлкең, отан халқың, тілің, жасаған елің, атанаң, тарихың деп жазамыз. Екінші жаттығу. Мақалды көркем жаз. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Әдемілеп көшіріп жазамыз. Үшінші жаттығу. Сөздерді салыстырып оқы. Көшіріп жаз. Ал, әл, сан, сән, ыс, іс, тыс, тіс, ұн, үн, тұс, түс. Сөз мағынасын өзгертіп тұрған дыбыстарды ата. Олардың дыбысталуынан назар аудар дейді. Яғни сөз мағынасын өзгертіп тұрғанда алда әл дегенде әрпі, сән дегенде әрпі, іс дегенде тіс дегенде әрпі, үн дегенде әрпі, түс дегенде әрпі. Сөздердің мағынасын қалай түсінгеніңді айт дейді. Мысалы, тыс дегеніміз сыртты айтамыз, тіс дегеніміз ол кәдімгі өзіміздің тісіміз. Төртінші жаттығу. Ұйқасын тап. Төрге оны төсеп, қабырғаға ілем. Оның аты кілем. Екінші. Ағып жатыр бұлақ, жағасында құрақ. Яғни құрақ дегеніміз ол өзен жағасындағы шөптерді, тастарды айтамыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар балалар.